Ханбок деп аталатын Корей халқының ұлттық киімін кию қанша теңге тұрады? Біз Сеул қаласындағы Кёнgbokgunға барған болатынбыз. Бұл сарайда кәрістер де шетелдіктер де кәрістердің ұлттық киімін киіп алған екен. Біз де сол ханбок жалдайтын жерге бардық. Ол жерде ханбоктар екіге бөлінеді екен. Біреуі қарапайым, ал екіншісі хандар мен ханшайымдардың образы. Бірінші ханбокты киердің алдында юбканы таңдайсыз, одан кейін соған сәйкес үстіне кофтасын таңдап береді. Ханбокты киюдің ешқандай қиындығы жоқ, үстіңіздегі киімнің үстіне кигізіп береді. Бірінші көйлекті көтеріп тұру үшін осындай юбка кигізеді, содан кейін көйлектің негізгі жерін, одан кейін кофтаны кигізеді. Одан кейін осы ханбокты кигеннен кейін әшекей ретінде ободок және де сумка сияқты өзіңіз қалағаныңызды таңдасаңыз болады. Әркімнің вкусына сай келу үшін бүкіл түсте, бүкіл түрде гүлді, бабочка, көйлек деген сияқты төрт түрін тігіп тастаған екен. Себебі бұл Кореяға келетін адамдардың көбісі осы Кёнgbokgun сарайын аралайтын болғандықтан бір бизнестің түрі. Енді бағасына келетін болсақ, мұндай әдемі ханбокты киіп, бір күнге жалдау үшін 10 мың теңге төлейсіз. Бізге сағат 3-тен бастап 6-ға дейін рұқсат берді, себебі 6-да ханбок жалдайтын жер жабылады екен. Сіздерге қызық болды ма? Егер қызық болса, менің каналыма жазылып өтіңіздер.